Қайырлы күн. Бүгін сіздермен рогалики тәттісін дайындаймыз. Ең алдымен аштығымызды ашу процесіне дайындаймыз. 1 ас қасық дрожж, 1 ас қасық құмшекерге 150 грамм жылы су құйып, 5-8 минутқа бетін жауып қоямыз. Аштығымыз осылайша көпіріп үлкейгеннен кейін 1,5 килограмм ұн, жаңағы дайындаған аштыққа суымызды, 1 жұмыртқа, 100 грамм сары май, мендегі щедрая лето 72,2, 500 миллиграмм жылы сүт, 1 ас қасық тұз, және 100 грамм құмшекер, ол 5 ас қасық болады. Жақсылап араластырып, қамыр илейміз. Осылайша қамырды біріктіргеннен кейін 50-80 граммдай кәдімгі пісте майды қосып отырып араластырасыздар. Менің пайдаланған ұным бірінші сұрыпты 1 кило 400 грамм қосылды. Әр ұнның ылғалдығы әртүрлі болғандықтан қамырыңыз қатты болып кетпеу қажет. Міне қамырыңыз осындай жұмсақтықта болса жеткілікті. Біршама уақыт өткеннен кейін, ол мысалға 1 сағат, 1,5 сағат болуы мүмкін. Қамырымыз осылайша көтеріліп, дайын болғаннан кейін қолымызды майлап, жұмыс жасайтын үстелдің үстіне қойып, оны бөліктерге бөлеміз. Біз 10 минут өткеннен кейін қамырымызды жайып, рогалики формасына келтіреміз. Қамырды жайып, 8 бөлікке бөліп, осылай көрсеткендей начинканы саламыз. Мендегі вареный сгущенка. Начинкасы сыртқа шықпас үшін кішкене басыңқырап, одан кейін орап, рогалики формасын жасаймыз.
бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, қызып тұрған пешімізге 35-40 минут қызарғанша пісіріп аламыз.